аналитикалык тапсырма берилип тур. Яғни сіздер осы тапсырма бойынша талдауларыңыз керек. Бірінші топқа мен фен беремін, екінші топқа электрошкенегін беремін, үшінші топқа өтікті беріп, сіздер ол бойынша электр тоғының жұмысын есептеулеріңіз керек. Ал қазір алдарыңызға құралды алыңыздар. Электр тоғының жұмысын білесіздер. Іске кірісіңіз. Сіздерге 3 минут уақыт беріледі, 3 минуттан кейін тапсырма бойынша тексеріледі. Теріс заряд нүктесіне дейін қашықтықта қозғалған кездегі электр өріс жұмысын табыңыз. Бұл жерде оқушылар ат абзелдерін таңдай отырып, оның артында жазылған сұрақтарға жауап беріледі. Ұлттық құндылыққа байланысты ат абзелдерін білу және біздің сабағымыздың теориялық мәліметтерін ғылыми тұрғыда дәлелдеу мақсатқа жетіп отырмыз. Бізге берілген сигнал қуаты 6000 Вт. Уақыт бізде 30 минут. Енді бізге жұмысын табу керек. КБЖ-ға айналдырса 6000 киловатт, ал уақыт 0,5 сағат болады. Ал шешуінде біз осы форманы қолданамыз. А тең П көбейтілген Т. Сосын орындарына қоямыз. 6 киловатт көбейтілген 0,5 сағат тең 3 джоуль. Біз оны бір ай үшін табамыз, яғни 30 күнге көбейтеміз. Сонда 90 киловатт бөлінген сағат шығады. Ал құнын табу үшін 1 джоуль үшін 1 киловатт сағат үшін 40 теңге, яғни 90-ды 40-қа көбейтеміз, сол кезде 3600 теңге шығады. Бізге электр шайнектің несі берген, оның қуаты 2200 Вт. Және оны жарты сағат 30 минут қолданған кезде оның жұмысы және құнын анықтау керек. Біз қуатты КБЖ-ға келеміз, сондай 2,2 киловатт болады, ал минут сағатқа айналған кезде 0,5 сағат болады. Және осы шешу бізге оның жұмысын анықтау үшін қуат пен сағатты көбейтеміз. Қуат пен сағатты көбейткенде 1,1 киловатт көбейтілген сағат шықты. Және осы бір айда неше киловатт сағатына шыққанын есептеу үшін осы шыққан жұмысты 30 күнге көбейтеміз. Ол 33 киловатт көбейтілген сағат шықты. Және құнын анықтау үшін тарифтің бағасы керек. Бұл тарифтің бағасы 40 теңге. Және осы 33 киловатт көбейтілген сағатты 40-қа көбейтіп 1320 теңге шығады. Және жауабы айына 1320 теңге тұтынады. Бізде берілген зат үтіктің бізде қуаты 2000 Вт болады, ал бізге берілген уақыт 30 минут. Ол бізде КБЖ-мен 0,5 сағат болады. Бізге табу керек жұмысты. Бізде жұмыстың формасы белгілі. Қуат пен уақыт көбейтеміз. Мына жерде бізде 2 киловаттан 0,5 сағатқа көбейткенде 1 киловатт сағат шықты. Және де бір айда 30 күн болғандықтан 1 киловатт сағатты 30-ға көбейтеміз деп 30 киловатт сағат шығады. Және де құны 40 теңге белгілі болса, 30 киловатт сағатты 40-қа көбейтіп 1200 теңге екені 1200 теңге екені береді. Киловатт сағатты қайдан алдыңыздар? Бізде берілгені 2000 Вт. Қайдан берді? Үтіктен берілді. Паспортынан алдыңыз. Систем технологиясымен оқыту, ең әуелі проблеманы анықтау, екінші зерттеу және талдау, үшінші есептеу, математикалық есептеу, төртінші жобалау және тәжірибе. Осы бөліктер арқылы мен өзімнің систем технологиясын физика сабағында қолданып көруге тырыстым. Бұл жерде ең басты мәселе балалар макет бойынша электр энергиясын өндірудің баламалы жолдарын көрсетуге үлкен мақсат қойдым. Оқушылар өз пікірлерін білдіріп, осы баламалы энергия көздерін макет ретінде жобамен жасап, оны қорғауға тырысты. Мысалы, биоэнергиялық жоба, жел энергиясының жобасы және жел энергиясының электр энергиясын алу жобасы, одан кейін газ динамикасы арқылы электр энергиясын алу жобаларын балалар дайындап, өздерінің барлық ынта-жігерімен осы физикада электр энергиясын түсіндірді. Оқушылар үйден жасап келген биомасса арқылы электр энергиясын өндіру жобасын дайындап қорғады. Және электр энергиясын жел энергиясы арқылы қалай алуға болады жөнінде макет дайындап әкеліп қорғады. Үшінші топқа берілген тапсырма бойынша газ энергиясы арқылы, газ динамикасы арқылы электр энергиясын қалай өндіруге болатыны жөнінде ғылыми жобамен балалар STEM технологиясы арқылы өздерінің жобаларын қорғауға тырысты. Біздің проектіміздің мақсаты ол жел энергиясын жарық энергиясына айналуын көрсету. Біз бұл проектте яғни макет қолдандық және электр энергиясын айналдыратын құрылғы, сосын сымдар,
жер диірмені және пенопласт және фехттан жасалған фехт ағаштар. Біздің проектіміздің жұмыс істеу принципі осындай. Бізге жел диірменімен қабылданып, ол генераторға барады. Генератор жел энергиясын жарық энергиясына айналдырып, оны мынау нелерге апарады, шамдарға апарады, және ол бізге жарық береді. Жұмыс істеу принципін тексеріп көрейік. Біз бұл макеттің көмегімен электр энергиясын алудың баламалы жолын көрсеткіміз келдік. Жақсы. Ең алдымен бұл жерде бізде биомассалар жиналады. Одан кейін олар шірітінділерінен бізде метан бөлінеді. Метан бөлінген кейін оларды мына жақта жинақталып, олар қалдықтар арқылы энергиялар бөлінеді. Энергиялар бөлінгеннен кейін біз оны трансформатор арқылы тұтынушыларға жеткіземіз. Оның қалай жұмыс істейтінін көру үшін осы макетті қолданып жасағанбыз. Газ динамикасы арқылы энергия өндіру ол жылу механика және қозғалыс арқылы газды өндірудің тәсілі. Бұл жерде көріп тұрған газ сырттан кіріп, қалқаншаларды айналдырады. Қалқанша айналған бетте бізде газдан энергия пайда болады.